Осыдан 26 жыл бұрын Қазақстан халқы өте маңызды тарихи шешім қабылдап, еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуірге қадам басқан еді. Қазақ қоғамының өркендеуіне қарқын қосып, Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған кезең. Ата заңда бекітілген республикамыздың тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің құндылығын дәлелдеді. Әрбір қазақстандық келешекте керуен тартқан мемлекетіміздің тұрақты дамуының кепілі. Конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, өзінің жеке басы мен отбасы үшін де маңыздылығы терең сезіледі. Мен Алматы қаласы Медеу ауданы 50-ші мектеп гимназиясының директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Абир Алтынбек Берікұлы сіздерді шын жүректен 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтай отырып, еліміз аман, ел іргесі сөгілмей, келешегіміз кемел, береке бірлігіміз мәңгілік болсын. Мереке құтты болсын.